Қайырлы күн баршаңызға. Құрамы ешқандай да қамыр илеуді қажет етпейтін үлпілдек керемет творожный пирогтың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен 280 грамм ұнға 180 грамм сары майымызды салып, 50 грамм қантымызды және 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап крошка дайындаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, осымен біздің үлпілдек тестамыз дайын болды. Ал енді пирогымыздың салмасын дайындаймыз. 400 грамм кез келген қолдың немесе осындай дүкенде сатылатын сүзбені аламыз. 3 жұмыртқамызды саламыз, 110 грамм қантымызды саламыз, 1 ас қасық кукурузный крахмал және 3 ас қасық қаймағымызды саламыз. Блендермен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Менде 22 дециметрлі форма, енді осыған үлпілдек тестамыздың 3-тен 2 бөлігін саламыз. Жақсылап қолымызбен басып, нығыздап шығамыз. Енді үстіне салмамызды саламыз. Енді үстіне үлпілдек тестамызды қолмен осылай сеуіп шығамыз. Пирогымыз дайын болғаннан кейін бетіне қалауларыңыз бойынша жеміс-жидектерді салсаңыздар болады. Алдын ала қыздырылған 180 градустағы печкамызда 40 минут пісіріп аламыз. Өте оңай жасалатын керемет пирогтардың бірі. Және де тағы осындай жеңіл әрі тексерілген керемет рецепттерді іздесеңіздер, менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Піскеннен кейін 1-2 сағат холодильникке салуды ұмытпаңыздар. Холодильникте тұрған пирогымыз кесілген кезде шашылмай осындай әдемі болып кесіледі. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге Тоғжанның асханасы.